Айбек бұл енді өзінің ең соңғы бойында шық деп маған келіп настройын беріп, өйткені өзбектермен қазір алтыда алып болып тұрмыз, сенің бойын бүкіл нәрсені шешеді, командалық бірінші орын аламыз деп маған өзі жігер берді ағайлар. Сонымен эмоциямен негізі рингқа шықтым. Тек қана 30-ға деген күшалық болды. Бірінші раундты көрдіңіздер, екінші раундты көрдіңіздер. Өзбек боксшысына беріп жатыр. Маған оған сынбай, бар күшімді 3-ші раундқа жұмсадым. 4-ші раундқа да шығып, өзім ойлаймын, басқаша бокс болатын. Қай раунд қиын болды сен үшін? Енді 3-ші раунд қиын болды деп айтайын. Енді мен 3-ші раунд өткен барын салдым. Өзбектің шаршап жатқанын көрдім. Ол шаршап жатқан маған керісінше жігер берді. Өзінің аузынан қапасын түкіріп, мен неше түрлі бір әдістер жасап жатты. Оның бәрі маған керісінше жігер берді. Ұтысқа деген. Айбек енді құрама капитаны болған, жауапкершілік екі есе болған шығар. Енді құрама капитаны болғандықтан бірінші күндері енді өздеріңіз білесіздер, төрт боксшымыз өзбектерден жеңілгенде кішкене өзіміздің көңіл күйіміз түсіп, оның арасында өзінің ең жақын бауырым Нұрбек бауырым болды. Маған ауырға соқты, және капитан команда ретінде кішкене енді балдардың рухын көтеру керек болды. Жігіттерге өзім айттым. Төртеуміз шықтық, жартылай финалға төртеуміз де чемпион